Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сәби тілінің дамуы туралы айтатын боламын. Егер де сіздердің үйлеріңізде де әлі 1 жасқа толмаған сәби болса, бұл видеоны соңына дейін міндетті түрде қараңыздар, өйткені сіздерге өте керемет кеңестер айтылатын болады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. 1 жасқа толмаған сәбидің сөздік қорында 5 немесе 10 сөз болады екен. Егер де сіздің де 1 жасқа толмаған әлі сәбиіңіз болса, онымен сіз қарым-қатынас жасау арқылы оның қандай сөздерді айта алатындығын көре аласыз. Соңғы уақытта логопед мамандардың сөзінше сөздерді дұрыс айта алмайтын, сақауланып сөйлейтін, мысалға мүлдем сөйлемейтін балалар өте жиі кездесіп жатыр. Яғни біреулер 4-5 жасына дейін ешқандай сөздерді айтпай, жай ғана өзінің қолын көрсету арқылы, өзін ымдап түсіндіру арқылы ғана ата-анасымен қарым-қатынас жасайды екен. Әрине ол ымдап көрсеткені ол баланың дұрыс, бірақтан да ол қарым-қатынас барысында өзінің сөйлеу аппараттарын да қолдану керек. Мысалға оған су қажет болса, ол су деп айта алу керек. Мысалға су демесе де папа, мама деген секілді, немесе ата деген секілді сөздерді олар үйренуі қажет. Мамандардың сөзінше мұндай мысалға дамудың кеш болуы балада, баланың мысалға кейбір сөздерді айта алмауы, мысалы 5-6 жасқа келсе де кейбір сөздерді дұрыс айтпауы, оның барлығы да осы ата-ананың баламен дұрыс қарым-қатынас жасамауында екен. Мамандардың айтуынша, егер де сіздің балаңыз ол 1 жасқа дейін, егер де ол нәрселерді мысалға нан, су, тағы басқа деген секілді сөздерді ол айта алмағанымен, сіз айтқан кезде ол нәрселерді ол түсініп жасайтын болса, онда ары қарай оның дамуы жақсы болуы мүмкін. Мысалға, менің досымның қызы, ол 1 жасқа толады осы айда, және де одан біз мысалға биле кәне деп айтсан, оған ол билейді, мысалға түсінеді, жасайды. Кейбір кездері ата, папа, мама деген секілді сөздерді де қайталайтын болады. Және де ең бастысы достар, егер де сіздің балаңыз сөйлеп жатса, мысалға ол алғашында енді дұрыс айтпайды ғой, папа дегенде пәппә, тағы басқа да, сондай деп айтуы мүмкін. Сол кезде сіз оның айтқан сөзін қайталауыңыз қажет емес. Керісінше сіз қалай дұрыс айту керек, қалай оған дұрыс үйрету керек, соны айтуыңыз керек. Мысалға, пәппә емес, папа деп айт, немесе апа деп айт, немесе ата деп оған қайта сіз қайталай беруіңіз керек. Егер ол дұрыс айтпай жатса, сонда ол сізден көріп, өзінің дұрыс емес айтып жатқанын түсініп, ол да ақырындап қайталауға тырысады. Жаңа айтып кеттік, 1 жасында балалар 5-10 сөз біледі деп. Ал олар 2 жасында 200-300 сөзге дейін білуі керек екен. 3 жасқа толған кезінде ол күрделі сөйлемдерді айта алады. Мысалға, магазинге барайық, бір нәрсені мысалы алайық деген секілді, ойыншық алып берші, әперші, мысалға мынаны былай істейік деген секілді, немесе одан да көп басқа да күрделі көптеген сөйлемдерді құрай алу мүмкін. Расында бұрын логопед мамандарды біз жиі естімейтінбіз, яғни ондай мамандар бар екендігін, олардың немен айналысатындығы енді бұрын ондай қатты сұранысқа ие болған жоқ, ал қазір соңғы уақытта өте сұранысқа ие осы логопед мамандар. Өйткені достар, қазір жоғарыда айтып кеткенімде сіздерге дауыс сөйлеу аппараттарында түрлі проблемалары бар балалар көбеюде. Оның барлығы негізінен көптеген адамдар экологияға әкеп соғады, яғни экология дұрыс емес, соның салдарынан балалар осылай болып жатыр, тағы да басқа деген секілді. Дәрігерлердің айтуы бойынша ол психологиялық факторға байланысты екен. Яғни жаңағы айтып кеткен баламен дұрыс қарым-қатынас жасамау, мысалға кейбір ата-аналар енді түсінемін, жұмыс жасайды таңнан кешке дейін, сол себепті балаларын үйде қалдырып, немесе балаларына қарайтын адам болмағандықтан, олар жұмыс жасап жатқан кезінде оларға түрлі мультфильмдерді қосып береді де, таңнан кешке дейін онымен коммуникация жасамайды, ол мультфильм көріп өзі отыра береді. Мысалы, әсіресе ол 1 жасқа дейін баламен өте тығыз қарым-қатынаста болатын, ол ата-анасы оған қалай сөйлеу керектігін, тағы да басқа нәрселердің барлығын үйрете алады.
Осы ретте мысалға көптеген адамдар сұрауы мүмкін, неліктен біз сөйлеу аппараттарын жаттықтыруымыз қажет, не үшін көңіл бөлуіміз керек? Өйткені бізде ғылыми тұрғыда алған кезде ешқандай да сөйлеу аппаратымыз жоқ. Арнайы біздің тек қана сөйлеуімізге жауап беретін. Мысалға бізде айтады өкпе, жұтқыншақ, өңеш, тіс, ерін. Ал бұлардың барлығы негізінен біздің тек қана осы сөйлеумен ғана шектеліп қалмайды. Олар, мысалы, тіс біздің тамағымызды шайнауға көмектеседі, жұтқыншақ оны жұтуға, ал өкпеміз негізінен тыныс алуға жауап береді. Бірақтан да біз осы аппараттарды жаттықтыру арқылы біз сөйлей аламыз. Сол себепті де сіздерге міндетті түрде сөйлеу аппараттарын жаттықтыру қажет болады. Сөйлеу қабілетін бұзылуын зерттеу ол 18-ші ғасырда басталған екен. Яғни сол уақыттан бері адамдарда осындай проблемалар кездесіп келеді деген сөз. Яғни сондай проблемалар кездескендіктен осы мәселені зерттеу басталды. Дегенмен де ол кезде енді қазіргідей дамып кеткен жоқ, арнайы мамандар болған жоқ. Ал 20-ші ғасырдың ортасынан бастап арнайы мамандар қалыптасып, арнайы жаттығуларды мысалға тағайындап, қатты көңіл бөлетін болды. Ал мысалға айтатын болсақ, негізінен ол сөздік қорға байланысты көптеген ғалымдар өздерінің сөздік қорын, сөйлеу аппараттарын дамытуға тырысқан. Соның ішінде, мысалы, Мұхтар Әуезов Абай жолын жазған кезде, оның Абай жолында 17.000 сөз кездескен. Яғни оның сөздік қоры 17.000 сөзді немесе одан да көп сөзді құрауы мүмкін. Ал Пушкиннің сөздік қоры 21.000 сөзді құрайды. Яғни ол 21.000 сөзді біледі деген сөз. Кейбір балаларда бір жасқа дейін олар көп сөздерді айтпаса да, бір-екі ғана сөздерді айтып қойса да, дегенмен сіздің айтқаныңыздың барлығын түсінетін болса, онда қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Бірақтан да оған жақсы көңіл бөлуіңіз керек. Бала тілінің неліктен кеш шығатындығына тоқталып өтейік. Ол ең біріншіден тұқым қуалайтын аурулар, яғни әртүрлі аурулар бар. Сол аурулардың салдарынан баланың дамуы кешеуілдейді, немесе оның сөйлеу аппараттары дамымай қалуы мүмкін. Ал келесі кезекте, бұл екінші кезекте жүктілік кезіндегі психологиялық жағдайы ананың. Егер де сіздің жүктілік кезіңізде түрлі проблемалар болса, психологиялық жағынан өзіңізге қиыншылықтар тудыратын болса жүктілік, онда оның барлығы да балаға тікелей әсер етеді. Сондықтан да достар, егер де сіздер жүкті болсаңыздар, балаға немесе жүкті болуға дайындалып жүрсеңізде, өзіңіздің психологиялық жағдайыңызды дұрыстап, ана болуға алдын ала дайындалыңыздар, және жүкті кездеріңізде де көп ашуланбауға, стресске түспеуге тырысыңыздар. Үшінші кезекте достар, баланың түрлі аурумен туылуы. Егер де сіздер балаға мысалы не айтамыз деп ойлайтын болсаңыздар, ол ұйықтайын деп жатқан кезде оған мысалға әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем деген секілді бесік жырларын айтсаңыз болады күнделікті, немесе ұйықтамаған кезінде де онымен күнделікті қарым-қатынас барысында оған бесік жырын үйретсеңіз болады. Сіздер оны күнделікті қайталай бесік жырын сіздер күнделікті қайталай беретін болсаңыздар, онда балаға оның барлығы, ол сөздердің барлығы түсінікті болады да, сосын ол балада сізді қайталайтын болады. Видео соңында сіздерге кеңес, егер де балаларыңыздың жақсы дамуын қаласаңыз, онда онымен көп қарым-қатынас жасаңыз, телефон, смартфон, телевизорларда оған көп көрсетпеуге тырысыңыз. Күніне 2-3 сағат немесе күніне 2-ақ сағат ол жетеді балаға. Және міндетті түрде достар, онымен қазақша сөйлесіңіздер, және де қазақша мультфильмдерді, киноларды көрсетуге тырысыңыз, егер де оның тілі қазақша болған қаласаңыз. Егер де ол басқа тілде сөйлеген қаласаңыз, онда сол тілдегі фильмдерді көрсетіңіздер болады. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.